Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы пандемия індетімен қалай күресіп жатыр? Алдын алу шаралары бойынша қандай жұмыстар атқарылуда? Әлемде болып жатқан пандемия, коронавирус індетінің таралуы, оны алдын алу шараларына байланысты, болдырмау шараларына, таратпау шараларына байланысты, қауіпсіздік шаралары дейтін мәселелермен осы 1 қыркүйектегі жалпы алғашқы қоңырауларымыз онлайн режимде басталған сөзсіз. Шындығында ең бірінші осы халықтың денсаулығы. Бейнеу ауданында мектептердің саны мен оқушы саны қанша? Білім беретін орта мектептер бар. 24 мектепте барлығы 17.003 оқушы, яғни осы білім алуда. Соның ішінде биылғы жылғы форматтар бойынша электронды қабылдаумен 1 сыныптың оқушылары 1983 оқушы электронды түрде қабылданды. Қазіргі таңда толықтай жұмысын жүргізіп, білім саласы өзінің алға қойған мақсаттарымен жұмысын бастап кетті. Қашықтықтан оқытудағы қиындықтар. Қашықтықтан оқытуды енгізілген белгілі. Қашықтықтан оқыту бойынша бұл біздің тәжірибемізде бұрын болмаған. Өте қиындықтарды кездесті деп айта аламыз. Себебі ең бірінші бұл жердегі оқушылардың бір-бірімен, ата-анамен, мұғаліммен қарым-қатынасының өзі ең бірінші интернетті қажет етеді. Қазіргі таңда ол цифрлы Қазақстан мемлекеттің осы бағдарламасы болғанмен де осы интернетпен қамту деңгейі кішкене қиындықтар туғызғаны сөзсіз. Балалардың кіруі, немесе Zoom программасымен әртүрлі білім платформаларының жұмыс жасауы, оның өз деңгейіне жеткізе алмай қалуы, бір мезетте бірнеше жерден кірілгеннен кейін ол тоқтап қалу дейтін мәселелер болғаны рас, сөзсіз. Сондықтан осы мәселелердің алдын алу бағытында осы жаңа оқу жылында да біраз үлкен жұмыстар атқарылды. Ол үлкен жоғарғы үкіметтен де, министрліктен де осындай жұмыстар жүргізіліп отырып, қазіргі таңда оқушыларды қашықтан оқытуға ең бірінші қамтамасыз ететін ресурстық құралдар, бұл енді ноутбуктар, компьютерлер, планшеттер деген сияқты осы мәселелердің кейбір әлеуметтік жағдайы аз қамтылған отбасы балаларына жеткізілуі, интернетпен қамтылу ететін мәселелерді жүргізген болатынбыз. Әрине ол барлығы 100%-ға шешілді деп тағы да ауыз толтырып айта алмаймыз, себебі бұның барлығы техниканың да әртүрлі мүмкіндіктеріне қарай жүзеге асырылады. Бірақ қолда бар мүмкіндіктермен, мысалға интернет жоқ жерлерде, немесе тартылмаған сыммен тартылмаған жерлерде біз Wi-Fi роутерлер арқылы оны үкіметтен қаржы бөлініп арнайы алынып жатыр. Мысалға қазіргі таңда 2549 интернет қабылдағыш Wi-Fi таратқыш роутерлер, сонымен қатар бюджет есебінен 608 компьютер, ноутбуктер, құрылғылар. Бұдан бөлек облыстық білім басқармасының жанынан 3000-нің үстінде ноутбук құралдары мен планшеттер. Бұлардың енді барлығы осы оқушылардың сабақты толыққанды жүзеге асыруына, жүргізуіне деген пайдаланылу дейтін осы материалдық құралдар. Бұл арқылы қазіргі таңда көп сұраныстар бар. Сонымен қатар білім мекемелерінің өзінде 1638 қазіргі таңда қолданыстағы компьютерлеріміз бар, ноутбуктер мен моноблоктар. Осыларды таратып, интернет сымы тартылмаған, желілер тартылмаған өңірлерге Wi-Fi құрылғылар арқылы, роутерлер арқылы көмектесіп, қазіргі таңда мәселе шешіліп жатыр. Үкімет тарапынан әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға қандай көмек көрсетілуде? Білім және ғылым министрлігіндегі арнайы осы мүмкіндіктерді пайдалана отырып, кезекші топтарды ашу дейтін мәселе көтерілді. Облысымызда осы 1-ші сынып оқушыларында кезекші топтарды ашу туралы қабылданған болатын. Қаулы осыған сәйкес аудандағы мектептердің барлығында да осы кезекші топтар. Әрине, бірақ бұл жерде тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасы бар. Бұрынғы тілмен айтқанда СЭС дейміз ғой. Енді осы санитарлық эпидемиологиялық жағдайлар, оның гигиеналық талаптар сақтаулы ма деген арнайы қорытындалғаннан кейін бұл жерлерде жұмыстар басталды. Қазіргі таңда 1-ші сыныпта оқитын балаларымыз бар. 150-дің жобасында алғашқы өтініштер келіп түсіп, осы 1-ші кластарға қазір ол күн сайын өсуде. Себебі ата-аналар енді қауіпсіздік шаралары сақталғаннан кейін балаларды мектептерге осы кезекші топтарға беріп жатыр. Бір сыныпта 15 баладан аспайтын кезекші топтар әрқайсысының өзінің санитарлық нормалары сақтала отырып
сабақтар жүргізілу үстінде қазіргі таңда. Кезекші топтардың жұмыс деңгейі. Білім беру саласында бізде үлкен бір платформаларымыз бар. Дарын онлайн платформасы, білім ленд дейтін білім платформалары. Осылардың әрқайсысымен мына аудандағы 24 мектептің 12-сі білім ленд таңдаса, біздерден сол таңдауды да өзінің ата-аналармен, мұғалімдердің, педагогтардың өздерінің еншісіне тапсырдық. Өздерінің сұранысы бойынша осы платформалар арқылы біз жұмыс жасайық деп білім платформалары. Дарын онлайнға 12 мектебіміз өтсе, 12 мектебіміз білім ленд оқу платформаларын таңдады. Бұл бойынша әрқайсысы келісімшарттар жасақталып, қазіргі таңда жұмысы жүйелі жүргізілуде. Енді қиындықтар болмайды емес, болып қалатында сөзсіз түсінбеушіліктер болады, бірақ енді осы логин парольдар арқылы ата-аналар да кіріп, мұғалімдер арқылы да тапсырмалар беріліп, оқушылар да осындағы барлық ресурстарды пайдаланып, қазір бір жүйеге келіп жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңдағы жағдайға байланысты қандай программа арқылы балаларға білім берудесіздер? Енді біз алдымызға қойған осы биылғы оқу жылында, яғни 2020 жыл қаңтар айынан біраз нәрселерді жоспарлаған болатынбыз. Соның ішінде ішкі мектептердің ішіндегі ішкі әжетхана дейтін енді бұл көтерілді, өздеріңіз де білесіздер. Ішкі әжетханалармен толықтай қамту дейтін мәселені 17 мектепте бізде осы шешілмей тұрған болатын. Сол 17 мектептегі шешілмей тұрған мәселемізді биыл шештік. 49 миллион теңге қаржы бөліне отырып, осы 17 мектепте ішкі әжетхана салу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда толықтай аяқталып, олар осы жөнінде құрылыс жұмыстары аяқталып, қазіргі таңда қолданысқа берілді. Тәрбие мен білімді қалай ұштастырар едіңіз? Адамға ең бірінші білім емес тәрбие керек. Тәрбиесі берілген білім азаматтың қас жауы, ол болашақта оның өміріне опат алып келеді деген. Сондықтан біз тәрбие дейтін мәселені де білімнен деңгейінен ешқашан түсірген жоқпыз. Керісінше осы бағытпен бірге егіз ұғымдай көріп, бірге жұмыстарды жандандырып жатырмыз. Ұстаздар көгалдандыру жұмысына қаншалықты уақыт бөледі? Маңғыстау облысының өзі бір шөлейтті аймақ екендігі, суы жоқ, күнде ыссы деген сияқты бізде бір экологиялық мәселелердің бірі осы соңғы жылдардан бері қарай осы әрбір мектептердің жандарынан мына көгалдандыру мәселені қолға алған болатынбыз. Енді алдым, мысалы, мектептеріміздің 4000-дай түп тал ағаш отырғызылған мектептеріміз бар, оны мақтанышпен айта аламыз. Бұл жерлерде барлығы да сол көгалдандыру, жаңағы сол арқылы халықтың да бір тәрбиелік мәні бар деп, баланың да жасы өсіп келген ұрпақтың да экологияға үлкен мәселе мән берсін деген ниетпен жасалған болатын. Мен бұл жерде айтпағым, әрбір мектептердің жандарынан біздер жылыжайлар ашқанбыз. Шағын жылыжайлар, осы жылыжайлардың өздері өз кезегінде өзінің жұмыс нәтижесін бере отырып, бір жағы баланы еңбекке баулуға, екінші жағына жаңағы экологиялық мәселеге де үлкен әсерін тигізеді ғой. Сондықтан бұл жерде соңғы осы мына облысымызда табиғатпен үндес мектеп, табиғатпен үндес балабақша дейтін үлкен бір байқаулар жүргізіледі. Сол байқаулардың барлығында да осы біздің мектептеріміз жылда 18 жылдан бері қарай жылда бас жүлдені бермей келе жатыр. Бұндағы ауыз толтырып айтатынымыз, енді көпшілік осы көгалдандыру мәселесіне жақсы көңіл бөлдік, экологиялық мәселелеріне көңіл бөлдік, және сол арқылы болашақ ұрпаққа да өзіміздің тәрбиемізді беріп жатырмыз деп есептеймін. IT технология, цифрлы бағытқа көз қарасыңыз. Дәл осындай кейбір мысалға, бұның барлығы да демеушілер есебінен жүргізілген нәрсе, демеушілер есебінен. Сондықтан бұлардың басқа бөлек, басқа мен робототехника кабинеттерінде қолға алып жатырмыз. Әрине ол демеушілердің енді кішкене қаржысы да көптеу болады. Дей тұрғанмен енді мүмкіндіктерді пайдалана отырып, осы робототехника кабинеттерінде бастап жатырмыз. Қазір енді 4 мектебімізде робототехника құрылғылары бар. Ана IT мектеп класстарымыз, жаңағы 17 сыныптарда мектебімізде IT сыныптары жұмыс жасайды. Бұл да енді бір өскелең ұрпаққа қазіргі таңдағы қазір енді әлемде қарыштап дамып жатқан кейбір мамандықтар жойылатындығы сөзсіз, кейбір жаңа мамандықтардың пайда болатыны, мына пандемия жағдайында болып жатқан үлкен бір мәселенің біреуі, кейбір қажетті мамандардың да өзі қазір көп нәрсе онлайн жасалып жатыр. Байқасаңыздар, көп нәрсені роботтар, техникалар жасап жатыр. Адам күшінен гөрі басқадай осы бағыттармен сол оқушыларымыздың өздері үлкен бір
IT технологиясына қатысты, жалпы техникаға, технологияға қатысты, компьютеризацияға қатысты білімдерін толық ары қарай меңгерсін деген, шыңдай түссін деген мақсатпен ашылған кабинеттеріміз болатын. Ұстаз деген кім? Ұстаз дейтін ұлы тұлға. Бұл енді бір-ақ сөзбен, бір-ақ сөйлеммен жеткізетіндей мамандықтың иесі емес. Жалпы бұл енді ұлы жазушылар да, ғалымдар да, немесе барлық ұстаздың алдынан өтеді ғой. Ұстазы жақсының ұстанымы мықты дейтін, немесе ғалымда, шахтерда бар сенетін, ұстаздың бар сенің қасиеті. Кез келген мамандықтың бастауының ең алдында ұстаз тұрады. Сосын енді өмірде әртүрлі жағдайлар болады ғой. Мысалы, мұғалімі қандай болса, шәкірті де сондай болатындай жағдай болады. Әрине шәкірттерінің алдында ұстаз өзін жақсы ұстайды. Ол енді сөзсіз, себебі педагог дейтін үлкен мәртебелі мамандықты алып жүргеннен кейін, сондықтан ол одан тәрбие тәлім алып шыққан балаларда жаман болуға қақысы жоқ. Керісінше жақсы бір тұлға болып қалыптасып, осы елдің абыройын асқақтататын, қызметін жандандыратын деген үлкен бір патриот болып шығу, ол міндеті.